Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Назира Есмаханова. Бүгінгі тақырыбымыз аутоиммунды тиреоидит. Жалпы аутоиммунды тиреоидит дегеніміз не? Оның диагностикасы, қауіп-қатер факторлары, қандай анализдер тапсыру керек, емі қандай, осы жайлы сөз қозғаймыз. Аутоиммунды тиреоидит дегеніміз, ауто деген сөз грек тілінен аударғанда өзін-өзі деген мағынаны білдіреді. Мысалы, біз автобуста, пойызда жүрген кезде, инфекция, вирустармен кездескен кезде біздің иммунитетіміз оған қарсы антидене түзіп, комплекстер түзіп, оны залалсыздандырып, біздің ағзамыздан шығарып тастайды. Ал аутоиммунды тиреоидит кезінде біздің қалқанша бездің клеткаларын бөтен деп танып, өзінің сау клеткаларын бөтен деп танып, соған қарсы антидене түзіп, солай арқылы қабыну шақырады. Сол арқылы оған қабыну шақырады. Аутоиммунды тиреоидиттің басқаша халық арасында Хашимото деп айтайды, немесе созылмалы аутоиммунды тиреоидит, немесе лимфоцитарлы аутоиммунды тиреоидит деп айтуға болады, немесе лимфоцитарлы тиреоидит. Неге өйткені біздің ағзамызда мысалы эритроцит, лейкоцит, лимфоцит деген сияқты қанның қан сарысуындағы формалық элементтер болады. Осының ішінде лимфоцит біздің қалқанша бездің қабынуына тікелей қатысы бар. Өйткені оның лимфоциттарлы инфильтрация шақырады. Яғни осы лимфоцит біздің қалқанша бездің тініне еніп, сонда андай инфильтрация дегеніміз, яғни бір-біріне жабысып түйінделеді. Осылай оның аутоиммунды тиреоидиттің фазалары болады. Мысалы, просто егер инфильтрация болып, қалқанша бездің көлемі өзгермеген, қалқанша бездің гормондары қалыпты болса, онда эутироидты фаза. Ондай кезде ешқандай емнің қажеті жоқ, қалқанша безі дұрыс істеп жатыр деген сөз. Бұл кезде ешқандай емнің қажеті жоқ. Бұл кезде диагноз адам қойып та үлгермейді, өйткені ешқандай симптом да жоқ, ешнәрсе болмайды. Екінші фазасы жаңағы инфильтрациялар, яғни бір-бірімен жабысып, көлемін үлкейтіп, жаңағы паренхимасы, яғни қалқанша бездің бүтіндігін бұза бастайды. Егер бүтіндігін бұзған жағдайда қалқанша безі бізде араның ұясы сияқты, мынандай көптеген араның ұясы сияқты, соның ішіндегі сұйықтық сол арқылы қалқанша без гормоны түзіледі. Егер жаңағы паренхимасы, яғни қалқанша бездің бүтіндігі бұзылған жағдайда ішіндегі коллоидтар, яғни сұйықтық сыртқа қарай шығып, бізде гипертиреоз фазасы, яғни қалқанша без гормондарының жоғары болуы, гормондарының деңгейі жоғары гипертиреоз фазасы болады. Бұл кезде ешқандай емнің қажеті жоқ, өйткені гипертиреоз бұл паренхиманың бұзылуымен шақырылған. Және де егер жүрекпен қандайда тахикардия болған жағдайда бета-блокаторлар ғана беріледі. Бұлар енді паренхимасы бұзылып, сыртқа жаңағы сұйықтық шығып, қалқанша без гормоны сыртқа бөлініп, қанға шыққаннан кейін ол уақыт өте таусылаттағаны, одан кейін гипотиреоз фазасы. Ол кезде неге гипотиреоз фазасы деп? Өйткені паренхимасы бұзылған, қалқанша бездің структурасы бұзылған, сол себептен қайдадан қалқанша без гормоны түзілейін десе, структурасы бұзылғандықтан дұрыстап түзіле алмайды. Сол себепті гипотиреоз фазасында біз уже орынбасу терапиясы, гормондардың орынбасу терапиясымен жүреміз. Аутоиммунды тиреоидиттің бұл фазалары, яғни гормондардың деңгейіне байланысты бөлінсе, яғни қалыпты, үлкен гормондар жоғары болған жағдайда, төмен болған жағдайда, және қалқанша бездің көлеміне байланысты болады. Егер гипертрофиялық түрі болатын болса, яғни көлемі үлкейген болған жағдайда болатын болса, зоб Хашимото дейміз. Яғни бізде көбісі бүкіл адамдар қателеседі, зоб десе, ол болды, қалқанша бездің ауылының барлығын зоб деп атауға болады деп. Зоб деген мағына бұл қалқанша безінің көлемі үлкейді деген сөз. Яғни көзбен қараған кезде қалқанша бездің үлкейгенін көруге болады. Яғни оның фазалары бар, ол туралы бөлек видео түсіретін боламын. Яғни аиттың гипертрофиялық түрі бар, ол кезде қалқанша бездің көлемі өзгереді. Атрофиялық түрі бар, ол кезде қалқанша бездің көлемі кішірейеді, яғни гипотиреоз шақырады. Және босанудан кейінгі тиреоидит бар. Ол туралы да бөлек видео түсіруге болады. Яғни әйелдер босанғаннан кейін тиреоидит болып, сол арқылы босанудан өзіне қалпына келе алса, ол тиреоидит өзінен өзі қалпына келеді. Осылай қалқанша бездің гормонына байланысты, қалқанша бездің көлеміне байланысты осылай бөлдік.
Аутоиммунды тиреоидит барлық қалқанша без ауруларының 20-30%-ын құрайды және әйелдер ерлерге қарағанда 15-20 есе жиі ауырады. 1-2 есе емес, 15-20 есе әйелдер көп ауырады деген сөз. Бұның себебі X хромосоманың бұзылуымен және эстрогендердің лимфоидты жүйеге әсер етуімен байланысты. Әйелдерлер ай сайын келіп отыратын етеккір циклы және жүктілікке байланысты эстроген деңгейлері өте құбылмалы болады. Осының бәрі лимфоидты жүйеге әсер еткендіктен әйелдер айытпен жиірек ауырады және 40-тан асқан кісілерде 40 пен 50-дің арасында ең көп анықталынады айыт. Аутоиммунды тиреоидиттің қолайсыз факторлары болады. Яғни, егер тұқым қалайтын бейімділігі белгілі болса, яғни отбасында қандай да аутоиммунды аурумен ауыратын болса, онда аутоиммунды тиреоидиттің ықтималдығын растайды. Сонымен қатар тұқым қуалаушылық бейімділікпен қоса, оған қандай да бір қолайсыз факторлар қажет. Ең бірінші ол жедел респираторлы вирусты аурулар, екінші созылмалы инфекциялық ошақтарына созылмалы тонзиллит, бадамша бездері, өйткені кариестер болсын, мұрын қуыс ауруындағы барлық аурулар, тамақ, барлығы бір аймақта орналасқан, яғни бір бассейнде орналасқан, бір нервпен, бір қан тамырымен қамтамасыз еткендіктен бір-біріне жиі инфекция өтіп кету қаупі жоғары. Сонымен қатар қоршаған ортадағы экологияға байланысты, егер тамақтың құрамында йод, фтор көп болған жағдайда, тоже бұл лимфоциттердің активтендіріледі, лимфоциттердің белсенділігін жоғарылатады. Сонымен қатар травматикалық жағдайлар, адамдар жақындарынан айырылуы, стресс, жұмыстан айырылуы, өкпе, реніш, стресс, яғни бүкіл аурулардың ең бастамасы стресс екені бәрімізге белгілі. Біздің қалқанша безіміз біздің көңіл күйімізге, біздің психикамызға өте қатты әсер етеді. Біз егер қатты бір уайымға, қатты бір қайғыруға кіріп кеткен жағдайда қалқанша безінің өзінің структурасын өзгеріп кету қаупі жоғары. Дәрілерді бақылаусыз ұзақ қабылдау, сонымен қатар йоды бар құрамында дәрілер және де гормоналды дәрілер. Көп пациенттер қалқанша безінің гормон дәрісін ішкен кезде, жағдай жақсаған кезде өздері қабылдамай қоя салады, жағдай нашарлап жатса қайтадан қабылдап, өздері самолечениемен айналысады. Бұл өте дұрыс емес. Өйткені қалқанша без гормоны ол все-таки гормон болып саналынады. Сол себепті оны өзіңіз қалаған кезде алып тастап, өзіңіз қалаған кезде қосуға ол бақылаусыз болғандықтан оның последствиялары болады. Сонымен қатар сізде гипертиреоз болған жағдайда тиразол деген сияқты, мекозалил деген препараттарды үзіп тастауға, отмена жасап тастауға мүлдем болмайды, себебі олар рак шақыруы мүмкін. Сол себепті өзіңіздің тұрақты эндокринологыңыз болған дұрыс. Өйткені егер сізде айт деген диагноз қойса, гипотиреоз деген диагноз қойылған жағдайда өзіңіздің тұрақты эндокринологыңыз болып әр 3 ай сайын қалқанша без гормондарды тапсырып, өзіңіздің гормондарыңызды дұрыстап тұрған дұрыс, яғни ішіп жатқан дәрілеріңіздің титрларын, дозасын дұрыстап тұрған дұрыс. Осындай қауіп қатерлері бар. Сонымен қатар біз аутоиммунды тиреоидит диагноз қойған кезде өте қиын қой. Біз өйткені оның клиникалық көріністермен зертханалық зерттеулерге байланысты қарап айт деген диагноз қоямыз. Бірінші фазасында ешқандай симптомдар болмаса, қалқанша без гормондары дұрыс болса, оны анықтау өте қиын. Көбінесе біз анықтап жататынымыз гипотиреоз фазасына, яғни уже адамда айқын белгілер болады гипотиреоздағыдай. Ең бірінші біз айттан диагностикасында қолданамыз жалпы қан анализі. Жалпы қан анализінде лимфоциттер жоғарылап кетеді. Екінші, біз қан сарысуындағы Т3, Т4, сонымен ТТГ-ны анықтаймыз. Сонымен қатар қалқанша безінің УЗИ-ін жасаймыз. Қалқанша безінің УЗИ-ін структурасын, көлемін анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар антитела ТГ, антитела ТПО. ТГ дегеніміз тироглобулин, ТПО дегеніміз тиропероксидаза. Бұл дегеніміз не? Тироглобулин дегеніміз ол протеин. Бұл жаңағы қалқанша безінің әр
араның ұясы сияқты ішінде сұйықтық болады деді ғой. Соның ішінде сұйықтықты тиреоглобулин десе де болады. Сол арқылы как строительный материал сияқты осы тиреоглобулиннен біздің қалқанша без гормонымыз түзіледі. Ал тиреопероксидаза дегеніміз бұл фермент. Бұл фермент біздің активті йодты түзілуіне қатысады. Яғни антитела ТПО дегеніміз, яғни біздің тиреопероксидаза, яғни ферментімізге қарсы антидене түзіледі дегеніміз. Егер біздің ферментіміз түзілмесе, онда біздің йодымыз түзілмейді деген сөз. А йод түзілмесе, қалқанша без гормоны түзілмейді деген сөз. Өйткені қалқанша бездің гормонының құрамында йод бар. Осындай тиреопероксидазаға, яғни антитела анықталса, яғни антиденелер анықталса, бұл қалқанша безінің аутоиммунды тиреоидит деген мағынаны білдіреді. Және де егер де сізде аутоиммунды тиреоидит диагнозы жоқ болып, тек қана носительство болады, антитела ТПО болатын болса, онда болашақта сізде гипотиреоз болуы мүмкін, қаупі бар деген сөз. Енді біз қалай емдейміз? Гипотиреоздың емі сияқты жүреді, левотироксин тағайындаймыз. Көбінесе бізде тағы пациенттерде гормондардан көп қорқады. Егер гипотиреоздың анық белгілері бар, егер уже басқа гормон назначать етпесек болмайтын жағдай болады. Сол кезде науқастар қорқып жатады, гормоннан басқа дәрілер жоқ па деп. Сіздер просто түсінулеріңіз керек, бұл гормон басқа сияқты эстроген, женский гормондарға ұқсамайды. Бұл қалқанша бездің синтетикалық гормоны. Сіздің өзіңіздің гормоныңыз жетіспегендіктен біз сырттан гормон қосып, сіздің жағдайыңызды, көңіл күйіңізді, психикаңызды, менің қалқанша без туралы видеом бар, соны қарасаңыздар болады. Сол кезде біздің қалқанша безді гормонның бүкіл ағзаға қалай әсер ететіні туралы толық айтқан болатынмын. Сондықтан гипотиреоз кезінде біздің салмақ қосуымыз көп болады. Өйткені біздің зат алмасуымыз өте баяу болады. Сол себептен сіздер сырттан гормон қабылдап жатқан кезде сіздің өзіңіздің жетіспей тұрған гормонның просто орнын басып тұрсыз. Сол арқылы сіз басқа адамдардан еш айырмашылығыңыз болмайды. Азанда тек қана гормон ішіп жүресіз, толып кету туралы, көңіл күйіңіз басқаша болады деген, қайтадан керісінше көңіл күйіңіз орнына келіп, қайта салмағыңыз азаюына әсер етеді. Өйткені сырттан келген гормон өзіңіздің гормонның орнын басып, соның рөлін атқарады. Осы айып туралы айтқан ақпарат сіздерге құнды болды деп ойлаймын. Сіздерден өтініш, менің каналымның ары қарай дамуына үлес қосып, маған подписация етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені қарайтын 90% көрермендер маған жазылмаған екен, жазылып кетіңіздер. Алда менде сіздерге қажетті ақпаратты бөлісуге тырысамын. Көріскенше сау болыңыздар.